достар, сіздермен бірге мен Даразия және мен сіңлім Айхан. Бүгінгі видеода біз челлендж түсіретін боламыз. Бұл челлендждің аты кім көп 1000 теңгеге зат алады. Достар, осы челленджде біз 1000 теңгеден асып кетуіміз керек. Сол кесе, мысалы Райхан 10 зат алса 1000 теңгеге, мен 8 зат алсам, онда Райхан 10 кесе деген секілді. Сосын ол тамақтарды біз жейтін боламыз 24 сағат бойы келесі видеода. Сондықтан да бұл челленджіміз өте қызықты болайын деп тұр, 2 чатқа бөлінейін деп тұр. Сондықтан да кеттік. Достар, біз осылай шешетін боламыз. 1000 теңгеден ассамыз, мысалы 370 теңге зат болса 350 деген сан. Сондайлармен шешетін боламыз. Иә, солай есептейтін боламыз. Қазір Райхан, бірақ ол да кассада 1-2 теңгесі қосылып, немесе 1-2 теңгесі азаю да мүмкін болса. Қазір Райхан немесе мен бастаймын. Кассалиф арқылы шешетін боламыз. Первый галочка. Сулифа, 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 Сулифа. Достар, мен жеңдім. Алдыңғы челленджде мен бастаған болатынмын. Ендігі челленджде мен бастаймын, достар. Достар, білесіздер ме, мен алған заттарды Райханда алмау керек. Ол басқа заттар алу керек. Сондықтан да мен дәлші болғанды қалған, себебі ең арзан заттарды алуға өте қатты тырыстымыз. Бірақ бұл челленджде бізге уақыт бермейді, бізге берілмейді. Әйтеуір 1000 теңгеден артық кетсе және көп зат болса болды. Достар, мен жазып қойдым. Қазір мен ең бірінші йогурт алайын деп тұрмын, себебі йогурттардың бағасы арзан болады. Мен бір ақшадан йогурт аламын. Я тебе просто говорю. Значит, 100 теңгеге нежный йогурт бар екен, достар. Бірақ мен басқа ұсыныс аламын. Осы ұсыныс боламын, достар. Себебі бұл бізде 115 теңге. 115. Мына 885 теңгем қалды, достар. Қазір енді мына жақтарды сұрады. Одан да арзан йогурт болып қалар. Алсам болады екен ғой, достар, себебі ол да арзан. 90 теңгесінен болды. Осы айтамай жақсы болды. Райхан енді осыны алмайды. Мен 810 теңгем қалды. Ровно. Одан арзаннан жоқ, я 75 теңге. Оны маған бір күнге өзіме жетеді ғой. 82 жоқ, 80. Сол жақтан бір пакет аламын. Бір пакет касса. Кішкентай. Міне осы жерде кассалар бар. Осыны ең арзаннан алу керек маған. Или таңғы асқа мындай кішкентай үйлер аламын ба деп ойлаттым. 205 теңге. Мен 205 теңгені алайын ба, өте 290 теңгелік алайын ба деп ойланып тұрмын. Осы 205 теңгелік алайын. 205. Енді кашалар да бар екен, достар. Қараңыздар. Овсянка песиковый дейді, малиновый. Малиновый алдында шекеміз. Мұнда 139. С персиком оны қойын, с малиной алайын. Қазір 139. 675 теңгем қалды. Енді оған мен 205 теңгесінен таңғы басқа осындай алатын боламын. Маған көбісі мынандай не болып кетті, фиолетовый сияқты жемшеліктер, кешектер болып кетті. Осындай алатын боламын. Бұл бізде қанша теңге? Бұл бізде 205 теңге дейді. 466 теңгем қалды. 466. Менде мына жерде тағы зат, ал менде 466 қалды.
Маған бір түсін керек. Анысы бар, онда. Қателесек, себебі мұнда арзан шоколадтар бар шығар. Мен жақсы көретін шоколадтар бар. Қазірге 195 теңге. 195 теңгелікте бар екен. Сонда алып қалуымыз мүмкін қазір. Бұл нужно кофе. Лучше соны алайық онда достар. Міне. Мен кофе дәл алдынан шықтым. Бірақ мен мынандайларын алмаймын. Мен осы капучиноны ала салатын боламын. Бұл бізде 89 теңге. Мына жақта бүткілер бар. Латте алайыншы. 65 теңге. Латте 65 теңге. Қазайтамыз 65. 401 теңгем қалды. 401 теңгем қалды да енді мен алам. Енді мен 195 теңгеден мындай алайын. Жоқ. Қазір мен роллтын аламын. Роллтын түскі асқа жеуге болады. Роллтын қайда? Біріншіміз қазір тұсымызды қарап алайық. Тұсындардың көбісі қымбат болады. Достар сондықтан мен 101 теңге барлық қойдым. Жоқ, кішкентай маған жетпейді. Су әшейін қайта болса жақсы болар еді. Су теңгеге бір су тұр екен қазір. IT-да жақсы көремін. Қазір сапар ма? Мына жерде мында 139 теңге. Номер бар. Қарып тұрмайды бұл. 135 не ол? Бірәзі көріп тұрған жоқ. Сол үшін мен не хабарым. 400. Мұнда сыпар екен қалды. Почти қайда деп қоямыз. Мына 99 самал деп тұрды. Қанша 1 литр негазированный. Бірақ мына жерде осы қымбатырақ. Самалдың компаниясының мен сүйік 49 ең арзан болып тұр. Бұл бізде міне мынау екен. Осы. Қазір 149. Оны аман көпке жарайды ғой достар. 1 литр еще. Или менен алмай қойын ба. 65 теңге ма тұрды. Осын мақлалы берші. 252 теңгем қалдым. Менде мына жерде 5-6 зат. 252 теңге. Өзіме де қатты ұнайды. Бұл қанша теңге қалды, сонда менде 69 теңгем қалады. Достар сағаттайық 69 теңге не алуға болады негізі. Бір кішкентай печенька болған, соны қарап көрейін. Жоқ болса, онда көріп жатамын.
Mama was şokolada bu sütü yeni az boy tamam 18 yapsırdı. Birinci sonunda 18 tenge kaldı. 18 tengeye dima almaymış dostlar. Mine осы мемлекеттен бітті касына көретін боламыз. Достар касына айтын боламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Менде 8 зат болды. Ал қазір Райхана қанша зат болатынын көреміз. Маған Райханда 10, менде 8 деп айтқандар бізде болып жатыр. Білмеймін қазір Райханда қанша зат болатынын көреміз. Және осы заттармен мен тамақтанатын боламын. Достар, енді біз 10 теңгеге қанша зат алады екенбіз көрейік. Достар, қазір мен Райханға санап беріп отырамын. Оған ыңғайлы болу үшін достар. Ал енді Райхан өзінің неден бастайтынын көрсін. Достар, мен қазір қошақан тұрып Райхан сәл жылдамдық. 165 теңге қараңыздар. Önce ақшасы 765 болды. 835 теңге қалды. Қанша теңге? Мына қанша? Термес ол. 10 теңге. 92 теңге. 92 ол. Не ғой супер мына ол. Бұл да супер. Мынаны қарсаңыз жасын супер. Ей, жоқ, мынау. Мынау қандай? 73 теңге ол. Соны аласың ба, жарайды. Ол 73 иә, 73. Шал кеттік. Жылдамдатайық. Уақытығыз. 768 теңге. Бір нәрсе көрдім достар, бағаны сіз көрмеймін. Біз таңертең келе алмағандықтан кешкісін ауызашардан кейін келгенбіз. Сол себептен қыздарды мен асықтырып жатырмын. Жылдам-жылдамдық. Өйткені бүгін сағат 12-ден кейін Омар ағаларының туған күні, дайындауымыз керек дегендей. Ал сат деген, фруктовый сат деген столға алып жатыр екен. Қаншадан? Сен 24 сағатқа жетемесің болсын? Жарайды, алмайтын болды. Бұны арбуз алайын десем, бұны кетеді.
есіне бір түсті. Ой, ай. Beş yüz, üç tenge saldı Rayhan. Al жылдамдатамыз қыздар. Su, mağan sosun gerek. Райхан сусын іздеп жүр, бірақ в общем сусын тұратын жерде жүрген жоқпыз. Артынан жүгіріп жүрміз. Rayhan kurban yaxshi birinchi so'm bag'ri topay qo'ygan. 39 tenge. Tasbih. Ya. Ал енді есептейміз. 364 tengem қалды. Сен жаңа сусын деп жатыр едің, есіңе түсіріп қой. Кешкісін болғаннан кейін ба, Райхан кішкене шаршаңқы. Biz auzimiz Көмектесіп жіберейік. Dostlar kim oradasınız kabul olsun. Иә, қабыл болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ойбай, Райхан қайда кіріп кетті. Зере қасында жүр. Поддержка беріп. Бірақ Зеренің заты сияқты заттар алмау керек. Соны есінде ме екен? Ал Райхан сусыныңды ал. Ал ұнаған қанша теңген қалды? Жоқ, давай осыны алайық, өйткені үлкен есеп жетеді маған. Иә, Райхан өзі ұнататын соғы. Ылғи осыны алады. 65 tenge қалды мүмкін. 65 теңгесі қалыпты, енді білмейміз 65 теңгеге Зереге еш нәрсе таппай қойғанбыз. Қиналып әйтеуір, бір шоколад тапқанбыз әйтеуір. Bir кофе бар. Зере Райханға көрейік енді. Зере кофе дейді, Райхан өзі басқа бірдеңе дейді, көрейік. Mana 60 tengega turib. Ey, mana. Шоколад горячий. Ой, мен Райханға бір Зере әпкесі көмектесіп жіберді. Ал осымен бітіп. Қазір біз міне 6 теңге қалды. Қазір осы заттарды алғаннан кейін сіздерге көрсететін боламыз. Достар, енді Райхандікін санаймыз. Мен 8 болған. Давайте IT 1 2 3 4 5 6 Еңгіне негізат аз, бірақ бұда сәл болсын тойымды болып тұр. Енді біз келесі видеода осы тағамдарды 20 сағат бойы тамақтанатын боламыз. Егер де осы видеоны лайк қойыңыздар, Подписывайтесь. және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.